Әмеңгерлік 4-ші бөлім. Осылай жүргенімізде аудандағы үлкен көкпарда біздің ат құлағында ойнайтын шабандоз кенжеміз бас жүлде автокөлікті жеңіп алды. Ол кезде «Жигули» деген күшті көлік еді. Қуанышымызда шек болмады. Бұл біздің үйдегі алғашқы көлік еді. Үйдегілер қан шығарып көрші-қолаңды шақырып бір тамақ бердік. Сөйтіп кенже мені күнде оқуға апарып әкеліп жүрді. Арасында такси жүргізушісі болып ақша тауып жүретін. Мен студент атанып бар ықыласым сабаққа ауды. Осылай 2-ші курсқа өтіп колледжді тәмамдайтын уақытымда аяғым ауырып ұл босандым. Бекарыстан туған ұлдарым Кенжебекті папа дейтін. Оны әкеміз деп есептейтін. Оларға бұл жағдайдың барлығын кейін қалай айтамыз деп кейде уайымдайтынмын. Сөйтіп барлығын уақыттың еншісіне қойып, өскен соң көре жатармыз деп өз-өзімізді жұбатып қоятынмын. Сөйтіп диплом алып ұлды болып ата-енемдермен бірге тұрып жаттық. Сол жылы Айдостар ауылдағы баяғы атам бізге деп алып қойған жер теліміне үй салып бөлек шықты. Біз қара шаңырақта қалдық. Содан кенжеден туған ұлым 1 жасқа жетпей тағы аяғым ауырып қызды болдық. Сонымен 4 баланың ата-анасы атандым. Ата-енеммен берекелі қара шаңырақта тұрып жатырмын. Ол кісілер әлі де бақуат жанымызда. Жаратқанға шүкір деймін. Ұлдарым мен қызым есейіп кетті. Өзім емханада жұмыс істеймін. Тағдырымның осылай болғанына, әмеңгерлік дәстүрімен қайныніме тұрмысқа шыққаныма өкінбеймін. Мұның барлығы жаратқанның ісі шығар деп ойлаймын. Мен тек осы жағдайларға көндіктім, мойынсұндым. Бекарысымды ұмытқан емеспін. Ол қашанда менің жүрегімде. Адам баласы туылғанда-ақ жаратқанның пешенесіне жазғанын көреді екен. Көресінді көрмей көрге кірмейсін дегендей, басына қандай сынақ түссе де соны көтеріп жеңіп шығу қажет екен. Құдай да сынақты көтере алатын қолына береді екен. Жастайымнан жесір қалып, қапыда сүйген жардан айырылып қалғанымда мен үшін өмір тоқтап қалғандай еді. Іштей қатты күйзелдім. Алайда жолдасымның көзі балаларым үшін өмір сүруге мәжбүр едім. Осы орайда әке-шешемдей болып кеткен ата-енемнің қолдауының, демеуінің арқасында есімді жидым. Обалы не керек? Ол кісілер маған әлі күнге дейін қыздарындай қарап келеді. Ол кезде жас едім. Жаңа ана атанғанымда жолдасымнан айырылып есімді жия алмай қалдым. 2 баламмен жанарым жасқа шалынып, ертеңгі күнімді ойлап, жәутеңдеп жүрген кезім еді. Гүлсім айтқандай әмеңгерлік дәстүрімен қайныма тұрмысқа шығу алдымен балаларым үшін ең дұрысы деп ойладым. Үлкендердің ақылын тыңдадым. Кенжебек қайныным. Дегенмен балаларымның өз қаны. Үйренген жерімізде, жылы орнымызда бізді жақсы көріп қадірлейтін ата-енемнің шаңырағында қалғаным дұрыс деп шештім. Оның үстіне әке-шешем мен бауырларым мені алып кетуге, қарасуға ыңғай білдірмеді. Атам әкеммен сөйлескенінде-ақ бірден келісімін беріп, мен үшін осы дұрыс деп шешкен екен. Амал жоқ. Мен үшін қаншалықты ерсі, сұмдық секілді көрінгенімен көндігуіме, мойынсынуыма тура келді. Бағыма орай қайныным өте жақсы жігіт еді. Мені бар болмысыммен қабылдап, осы уақытқа дейін тату-тәтті сүйіспеншілік пен сыйластықта өмір сүріп келеміз. Маған сол кездегі ең ауыр соққаны, кейде іштей өзімді бекарысқа сатқындық жасап жүргендей сезінетінмін. Ауылымыз кішкентай, барлығы бірін-бірі танитын. Алғашында ауылдағылар Кенжебектің жолдастары бар. Бізге біртүрлі қарап, сыртымыздан көп сөз қылып еді. Осы жайттар маған да, Кенжебекке де психологиялық тұрғыдан ауыр тиетін. Ауылымызда әмеңгерлік дәстүрмен үйленген біз ғана едік. Ес білгелі мұндайды туып өскен өңірімде естімеген болатынмын. Тек кейін ғана, уақыт өте, барлығының көзі үйреніп, өз-өзімізбен толыққанды отбасы болып өмір сүре бастадық. Өз өмірім жайлы көпшілікке шығарып жатқанымның себебі, осы жазушының өмір өткелдері әңгімесін оқып, сондағы өгей әкенің 2-ші әйелінің артынан еріп келген қыздарына көрсеткен озбырлығына ішім қан жылады. Осы әңгімеден үлкен әсер алдым. Осы себепті әмеңгерлік дәстүрімен қайныніме тұрмысқа шыққаным дұрыс болған екен-ау деп
іштегі біраз ауыр ойлардан арылдым. Менің бағыма орай келген жерім жақсы болды. Сол кісілердің арқасында бүгінде осындай күнге жетіп отырмын. Бәкеннен туған егіздеріме отбасы болып отырып бар шындықты, барлық жағдайды еш бүкпестен айтып түсіндірдік. Ата-әженің тәрбиесінде өскен балаларым маған түсіністікпен қарады. Шындықты білген соң Кенжебекке деген қарым-қатынастары өзгерген жоқ. Оны өз әкеміз деп білді. Әрине, қыздай қосылған сүйген жарынмен бір жастықта кәртейіп, бала-шағаның қызығын көргенге не жетсін шіркін. Алайда тағдырым осылай болды. Жолдасым Бәкеннің бейнесі мәңгілік жүрегімде. Алдағы уақытта кейіпкеріме тек жақсылық тілеймін. Жолдасы екеуі балаларының қызығын бірге көре берсін. Ал Бәкеннің әруағы разы болар. Артындағы тұяғы өз әулетінде әкелерінің атын жалғастырып өсіп келеді. Құдай қаласа өсіп-өніп көбейе берсін. Деніміз сау, заманымыз тыныш, отбасымыз аман болсын. Құрметті тыңдарман, Жер сыры парақшасына жазылып, қолдау білдіріп кетіңіздер.